Жөтелді емдегенде 7 қателікті біле жүріңіз. Жөтелді уақытында емдемесеңіз бүкіл ағзаны әлсіретіп, басқа да аурудың қозуына себепші болады. Жөтел тыныс алу жолдарының ауруының бірден бір белгісі. Адам жөтелу арқылы іштегі микробты, вирусты сыртқа шығарады. Осылайша ағза өзін-өзі тазалайды. Жөтел 3 аптадан 8 аптаға дейін мазалайды. Осы уақытта жөтел басылады деп әрекетсіз отыруға болмайды. Дәрігерге тексеріліп, қажетті ем шараларын жүргізу керек. Егер жөтелді дер кезінде емдемесеңіз, созылмалы ауруға ұласады. Ол кезде шамал салқын су ішсеңіз де, балмұздақ жесеңіз де, тәттінің артығымен жеп қойсаңыз да жөтеліп бастайсыз. Адам жөтелген кезде бірнеше энергия жұмсайды. Сондықтан да жөтелді уақытында емдемесеңіз, бүкіл ағзаны әлсіретіп, басқа да аурудың қозуына себепші болады. Жөтелдің түрлері. Жөтелдің өнімді және өнімсіз деген 2 түр болады. Бірінші түрінде жөтел қақырықпен көрініс берсе, ал екінші түрінде құрғақ жөтел болады. Өкпедегі көкіректегі қақырық шыққан кезде жөтел де басылады. Сондықтан да ем кезінде қақырықты түсіретін дәрілер де қоса ұсынылады. Негізінде жөтел бастаған кез келген адамда құрғақ жөтел болады да астына келе қақырыққа ұласады. Оны сыртқа шығару арқылы ауруды біршама жеңілдетесіз. Сондықтан қақырықты жөтелден тезірек құтылғаныңыз жөн. Біз жөтеліп бастаған кезде мынадай қателіктерге жол береміз де ауруымызды асқындырып аламыз. Мейлінше саулығыңызға сақ болғаныңыз абзал. Ендеше жөтелді емдеуде жіберетін қателіктерді біліп жүрейік. Бірінші қателік – жөтелдің түрін түсінбеу және анықтамау. Жөтелі бастасымен-ақ біз ем іздеуге әрекеттенеміз. Жалпы жөтел ауру емес, ол тыныс алу жолдарын тазартатын құрал. Жөтелу арқылы біз ағзадағы қақырықтан құтыламыз. Қақырықты сыртқа шығармасақ, ол өкпеге түсіп жайғасып алады, ал оны күтудің орнына күресуге асығамыз. Сөйтіп жөтелдің түріне қарамай қолымыздағы дәріні ішеміз де ауруды асқындырып аламыз. Құрғақ жөтел мен ылғалды жөтелге ұсынылатын дәрі 2 бөлек екенін ескермей жатамыз. Сол үшін жөтеліп бастағанда қақырықты оңай шығаратын мукалетин немесе қақырыққа қарсы дәрі ішуіміз қажет. Ал екінші жіберетін қателігіміз бұл антибиотик қабылдау. Біздің түсінігеніміз кез келген антибиотик барлық ауруды бір күнде емдейтін ғажайып деп қабылдаймыз. Алайда бұл өте қауіпті түсінік. Егер сіздің жөтеліңіз ұзақ уақытқа созылса және қатты жөтеліп жүрсеңіз, онда антибиотик қабылдайсыз. Антибиотикті көп қабылдау ішектің жұмысын бұзады және авитаминоздық шалдықтырады. Бауыр мен бүйрекке зиян келтіреді. Дәрігерлер ауру қатты асқынған кезде ғана антибиотик ұсынады. Сондықтан да өз бетіңізше ем жасап, ауруды асқындырып алмаңыз. Үшінші қателігіміз – муколитикалық дәрі ішу. Есіңізде жүрсін, құрғақ жөтел үнемі вирустық, респираторлық ауру бола бермейді. Басқа ауру басталып жатқанда да жөтелуіңіз мүмкін. Құрғақ жөтел кезінде адамда қақырық болмайды. Сондықтан да ағзаны муколитикалық дәрі ішіп уламауымыз қажет. Төртінші қателік ол өз бетіңізше емделу. Тұмау тигенде, суықта бауырғанда ешқашан ауасы тар құрғақ бөлмеде отырмаңыз. Ауаның тарлығы ауруды одан сайын асқындырып, вируспен күресуге ағза дәрменсіз келеді. Аурудан аяғу үшін күніне 2-3 рет үйді ылғалды тазалық жүргізуіміз қажет. Едендерді, сөрелерді сулы шүберекпен сүртіп отыруымыз керек. Дәрі ағзаға зиян химияға бай деп ойламаңыз. Оның орнына шөптермен емделетін науқастар да бар. Бұл да өрескел қателік екенін ұғыныңыз. Шөп ауруды емдемейді, уақытша ғана басуы мүмкін. Уақыт өте қайтадан ауру басталады. Және қыша мен банкінің көмегіне жүгінбеңіз. Әсіресе жөтеліп жүрген кезде бұл ең қауіпті әдіс. Біріншіден, қақырық толы өкпенің тесігін тарылтып, қақырықтың сыртқа шығуына кедергі болады. Ал екіншіден, теріңіз күйіп қалуы мүмкін. Және бір айтат кететін, жөтел өзі кетеді деген ойдан арылуымыз қажет. Мұрынның бітелуі, су ағуы уақыт өте басталады. Сол секілді жөтелде жазылады деп бей-жай қарамаған дұрыс. Дерттің алдын алу ағзаға әлде қайда пайдалы екенін есіңізде сақтаңыз. Және жөтелді дұрыс емдеуге. Басты тапсырма өкпені қақырықтан тазалау. Алғашқы күндері өкпеге қақырық жиналып, жөтел құрғақ күйінде көрініс береді. Уақыт өте келе ол сұйылып, ағзадан шығу керек болады. Міне, осы кезде қақырықты түсіретін дәрілерді ішу керек. Қақырыққа қарсы дәріні күндіз ішу керек. Себебі таңертең қақырық жақсы бөлінеді де сыртқа шығару оңай болады. Ал егер түнде ішетін болсаңыз, ұйқылы ояу оны шығаруға ерінесіз. Қақырық деген не? Қақырық тыныс жолдарында жиналатын сұйықтық. Оның ауруға байланысты түрлері болады. Біріншіден,
суық тигенде немесе тыныс жолдары қабынғанда қақырақ шырышты болады. Екінші, бактериялық ауруға шалдыққанда қақырық іріңді болады. Және үшінші, өкпе ісінгенде ұйыған қақырық бөлінеді. Ал төртінші, туберкулез немесе тыныс жолдары қатерлі ісік ауруына шалдыққанда қан аралас қақырық пайда болады. Қайсы түрі болса да тыныс жолдары қақырықтан таза болу керек. Әйтпесе ауру асқынған үстіне асқына береді. Қақырық түспесе не істеу керек? Оның сыртқа шықпай жиналуы көптеген аурудың асқынуына себепші болады. Оны өкпеге жеткізбей тыныс жолдары арқылы сыртқа шығаруымыз керек. Егер қақырық түсіретін дәрі көмектеспесе, онда жылы суды көбірек ішуіміз қажет. Және ингаляция жасап, зімбір қосылған шай ішіп, тыныс жолдарына жаттығу жасай арқылы емдеуімізге болады. Бастысы саулығыңызға немқұрайлы қарамаңыз. Жөтел бастағаннан-ақ пульмонолог немесе терапевт дәрігерге тексеріліңіз. Ол сізді толық тексеруден өткізіп, қажетті ем шараларын ұсынады. Жөтелді өз бетіңізше үйде емдеуден сақтаныңыз. Жоғарыда айтылған қателіктерге жол бермеңіз.